Бұрынғысына қарағанда жақсы болып қалды ғой қазір. Балалардың бәрі көңілді, ата-аналар да кеткен демалады балалармен. Жақсы. Биыл облыс орталығы Семей қаласында 70-ге жуық аула аумақтары жаңартылады. Құрылыс жұмыстары бекітілген кестеге сәйкес жүргізіліп жатыр. Футбол алаңдары мен қоршаулар орнатылған. Жақын арада халық игілігіне бірнеше аула берілетін болады. Сейчас мы находимся на одной из улиц, где в настоящий момент проводится ремонт дворовой территории. Как вы видите, здесь уже имеется детская игровая площадка, устанавливают бордюры и проводят работы по укладке асфальта. Ну а что же об этом думают наши жители? Давайте узнаем вместе. Балалар ойнайтындар көбейсе, кішкене балаларға да жақсы болады. Жан-жағын бәрін асфальттап, жан-жағын бәрін қоршаса, кішкене жақсы болады ғой. Ауламыз жақсарып қалады, тазарып. Кейіннен біткеннен кейін жақсылығын көреміз ғой, ойлаймыз. Бұл площадка өте күшті екен. Бізге өзімізге ұнайды. Осы көп болса екен деп ойлаймыз Семей қаласында. Балалар өзі көріп жүрсің ғой, бәрі мәз болып отыр. Өте жақсы. Тағы бір нәрселер керек деп ойлаймын, бірақ өзім білмеймін. Осы двордың бұрында алайын жаман болды да, енді күшті болып кетті. Бірақ та осында тек қана орындықтар және асфальт қана жетпейді. Және бәрі күшті болады.